Менің жаным оянып жатыр. Қазір бұған тамақ істеу керек. Жан шуаққа. Жан шуақ. Жаным, қазір бет қолын жуасың, тісін жуасың, е? Астанамызда соңғы 2 күн, 6 күні кеше қатты қара суық жел болды. Үй деген ызылдап кетті, салқындап кетті. Бүгін шүкір жел басылғандай. Мынау құйрық. Өткенде базардан сатып алғанмын. Тұздап балконда шамалы қоя тұрдым. Шамалы болса да тұзы сіңген, кепкен майды, құйрық майдай, жалпы етте дәмдірек болады. Противень, менде газ духовка, газ пеш. Картопты мынадай қылып турап жатырмын. Шұқалай өтіп. Өйткені от астынан ғана беріледі, сондықтан көпке дейін піспей тұрады. Сондықтан мынадай жұқалай өтіп турап жатырмын. Так, картопымыз турап болдық. Енді өзімізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосамыз. Чеснок. Мынадай шамал болса да кішкене май, сұйық май қосамыз. Мынау зәйтүн майы. Өйткені құйрық бар, онсыз да майлы болады. Шамал ғана. Жетеді. Доз. Енді осыны араластырып, мынаның бетіне қойып шығамыз. Керемет иіс шығып тұр. Енді мына құйрықтың үстіне осылай қойып шығамыз. Міне қазір газ духовкаға саламыз. Асты қуырылып піскенше мына дәмдеуіштер картошкаға сіңіп, дәмі керемет болады. Ал жандарым іске сәт. Бұл газ духовка болғаннан кейін бет піспей қалуы мүмкін. Асты күйіңкірейді. Жар сағаттан кейін ерінбей аудару керек. Картоп піскенше ұлыма блины пісіріп берем. Сүт, 2 жұмыртқа. Сүт, 2 жұмыртқа. Тұз. Аз ғана қант. Мен қалай қасықтан ұшымен сода. Сұйық май. Менде зәйтүн майы. Так, жетеді. Енді осыны араластырамыз. Шамалы су құюға болады, көбірек болсын десеңіздер. Көремін, кейде қосамыз, кейде қоспаймын. Қою болып кетіп жатса, су қосамыз. Енді ұн қосамыз. Мен мынадай ұн қосам, бүтін дәнді бидайма. Цельнозерновая мука. Міне үлкен үйеме қасық. Ұн қосып жатырмын. Осыда жетіп қалуы мүмкін. Осыдан 5-6 блиннер шығады. Қою да емес, сұйық та емес, орташа. Шамалы май жағып жібереміз. Табамыз қызды. Бір ожау жетеді. Мынадай қалақ өте ыңғайлы екен. Әсіресе осындай блиннерді аударуға өте ыңғайлы. Аударып қаламыз. Хоба деп. Піскеннен кейін бетіне май жағуға болады. Май жақпасаңыздар да болады. Жандарым неке болдым. Неше блин шықты? 1, 2, 3, 4, 5. Не айттым ғой. Глазымыз алмаз болып алған ғой не? 5 блины. Айтпақшы 6-шысын жеп алдық. Жандарым, арманнан алыстамаңыздар. Ой, арнамнан алыстамаңыздар. Қазір картоптың піскенін көрейік. Картоп не болып жатыр, жандарым? 30 минутта ойнайсыз міне. 30 минутта өтті, қараңыздар. Май шыжғырылып жатыр жайшын. Міне бет қатқыл әлі де. Міне бет қатқыл. Асты күңкіреп жатыр. Енді осыны ерінбей аударып шығамыз. Ыңғайлы болу үшін алу керек шығар. Қауіпсіздік шараларын сақтайық. От сөндірмейміз. Майды қараңыздар. Енді майға әптен қуырылатын болады. Міне бәрін аударып шықтым. Құйрықтың дәмі тілейді. Жан шуағым, мерекем. Іздегенім сен едің. Жаным кетті шауып.
Мінекей енді пісті жаным, жан шуағым. Мысалы керемет. Құйрық майды көп салып жіберіппін, майлы болып кетті. Негізі қазырақ салу керек екен. Жарайды енді. Артық майын сіңірсін деп салфетка қойдым. Осыған қойып шығам, әйтеуір кішкене болса да май кетсін деп. Қазан ауырама деп қорқам, не байым. Айтып отыр, май көп салып жіберіппін. Кешірерсіздер, балам қуанып жүр, қуанғанда солай күледі. Ай, масқара. Ойдың майына қуырылған картоп. Шыжық. Балам осыларды жесе ғой. Мен балам жемеді. Бірақ үйрету керек. Білемін. Дос сіңген, шамал кепкен құйрыққа. Керемет. Не деймін жандарым. Бәрімізге ас болсын. Бас амандық болсын. Видеомның соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс білдірем. Рахмет. Барлық игі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін жұма ғой. Жандарым, қараңдар, мінекей мына блины мана пісірген. Осыған міне картопты салып, былай орап, осылай да жеуге болады. Картоп майлы десеңіздер, осылай орап жеуге болады. Нанға не блиныға мінекей. Нағыз пайдалы. Супер.